Сәлем достар, егер біздер жүрегіміз Аллаға байлаған болса, біраз нәрсе өмірде жеңіл болар еді. Ешкімге ренішті сақтамас едік, өкпелемес едік, арадағы байланысты үзбес едік. Алла разылығы үшін бәрін жасар едік, сабырлықты шыңдар едік. Кейде кей кісілер ренішті ұзақ сақтайды. Алайда Алла тағала дәл сол адамның қаншама күнәсін кешіріп жатқанын білмейді. Сөйтіп, мұсылман бауырына кек сақтап жүреді. Алла тағала кешірімді және кешірімді пенделерді сүйеді. Алла бізді қаншама рет кешіріп тұрғанда, біз қалай өзге адамға ренішті сақтап жүре аламыз? Алла пендесін сүйеді, солай жамандықтан сақтайды және пендесі үшін шыңдалу үшін сынақтар жібереді. Кешірімді жандар ұлы Алла тағаланың мейіріміне бөленеді. Құранда кешірімді жандар жайлы Әли Имран сүресінің 134 аятында, сондай-ақ олар ашуларын жеңушілер, адамдарды кешірім етушілер, Алла тағала жақсылық істеушілерді сүйеді, деп кешірімді адамдарға ұлы жаратушының ерекше мейірімі бар екендігін жеткізеді. Кешіріңдер, Алла тағала да сендерді кешірсін және дәрежелеріңді арттырсын. Алла разылығы үшін кешірген адамның дәрежесін Алла өзі көтереді. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді ғой қазақта. Өмір өткінші. Бүгін бар адам әсте ертең жоқ. Өмірді жеңіл қабылдап үйренген адам болмашыға бәрін құртпайды. Кешіріңіздер, кешірімді болып, Алланың сүйікті пендесі болыңыздар.